Экожүйе – тірі және өлі табиғаттың бірлігі. Күн – барлық тіршіліктің энергия көзі. Өсімдіктер күн, су, ауаны пайдаланып қорек түзеді. Табиғатта бәрі өзара байланысты. Экожүйеде су мен құрлық тіршілігі бірге өмір сүреді. Қарашы, бұл көлде балықтар жүзіп жүр, ал ағашта бүркіт ұшып жүр. Су экожүйесінде жануарлар суда өмір сүреді. Құрлық экожүйесінде тіршілік жер бетінде жүреді. Өсімдіктер жануарларға қорек болады. Су, ауа, топырақ тіршіліктің негізі. Бала мен қыз бұл процесті көріп тұр. Көрдің бе, бәрі бір-бірімен байланысты. Табиғатты сақтау керек. Топырақтағы ағзалар табиғатты тазартып, заттарды қайта айналымға қосады.